Күріштің бір дақыл дәні. Баяғы заманда бір ауылда кедей үйленбей жүрген бір жас жігіт өмір сүріп, дүние десе дүние жоқ кедей екен. Қолындағы бар күріштің бір дақыл дәнін, басқа дүниесі болмапты. Бір күні таңертең ерте оянып, әлгі бойдақ жігіт: менде әйел де жоқ, ақша да жоқ. Одан да әйелімді бір шарлайын деп ойлапты. Сендей шешімге келген бойдақ жігіт күріштің бір дақыл дәнін алып үйден шығады. Біраз жол жүріп, бір-екі ауылдан өтеді. Қас қарайып, бойдақ жігіт жолдағы демалыс үйлеріне біріне кіріп, оның иесіне қолындағы күріштің бір дақыл дәнін ұстатып, ертеңінде қайтарып беруін өтінеді. Тапсырып қойған күрішін әлгі иесі: мынасы не? деп еденнің астына қарай лақтыра салады. Ертеңінде оянған соң жігіт үй иесін күріштің бір дақыл дәнін қайтаруын сұрайды. Алайда оны лақтыра салған айтады: ол кеше байқамай лақтыра салып еді. Тышқандар жеп қойды. Менің күрішімнің бір дақыл дәнін алыңыз, дейді оған өзінің ұсынып. Бірақ жігіт өзінің күрішінің бір дақыл дәнін сұрайды. Үй иесі оны әлдеқашан тышқан жеп қойды дейді. Жігіт сол жеген тышқанды ұстап әкеліп беруін талап етеді. Сөйтіп иесі бойдақ жігітке күріштің бір дақылын жеген тышқан деп бір тышқан ұстап береді. Ол тышқанды алып жолға шығады. Келесі бір ауылға келіп түнейді. Сол жердегі бір үйге түнеп, ол үйдің әйеліне тышқанды тапсырады. Ертең таңертең тұрғанда қайтаруын өтінеді. Бірақ үй иесі ол тышқанды қоя бере салады. Тышқанды оның мысығы жеп қояды. Ертеңінде бойдақ жігіт тұрып тышқаннан сұрайды: оны мысық жеп қойды. Басқа тышқан ұстап беремін, дейді үй иесі. Бірақ жігіт: болмайды, сол тышқан керек. Әйтпесе жеген мысығыңызды беріңіз, дейді. Содан үй иесі амалы болмай жігіттің тышқанын жеп қойған мысығын береді. Ол мысықты алып келесі бір ауылға барады. Онда бір түнейді. Сол жерде бір үйде түнеп, үй иесін мысығын тапсырады. Ертең қайтарып беруін сұрайды. Таңертең тұрған соң мысығын үй иесі қайтармайды. Үй иесі оны есегім таптап өлтіріп кетті, дейді. Жігіт болса мысығын таптап өлтірген есекті беруін талап етеді. Сөйтіп мысықтың орнына есегін алып кетеді. Есекпен келесі ауылға барып түнейді. Онда бір үйде қонады. Жатар алдында үй иесіне есекті табыстайды. Таңертең қайтару керектігін ескертеді. Таңертең тұра есегін бұқа сүзіп өлтіріп тастағанын естиді. Есек
орнына есегін сүзген бұқаны алады. Бұқаны айдап, онымен қыдырып келе жатып, жігіт келесі бір ауылға барады. Сол ауылда да түнейді. Ол ауылдың шетінде бір үйге тоқтап, үй иесін бұқасын тапсырады. Тоқтаған үйдің қызы бар екен. Оның туған күні ертең болмақшы екен. Бірақ жігіт берген бұқасын үй иесі сойып етін қызының туған күніне асады. Бойдағы жігіт таңертең тұрса, бұқасын үй иесі сойып тастапты. Қызы бұл бар үй иесі. Бұқа жоқ дейді. Бұқа құнын төлеп алуды ойлаған жігіт, тапсырған бұқамды қайтармасаңыздар, орнына қызыңызды бересіз дейді үй иесіне. Үй иесі не істерін білмей шу шығарып жүрер деп, ақыры бұқаның орнына бойдақ жігітке қызын беріп құтылады. Сөйтіп әлгі бойдақ жігіт әдемі әйел алып, күріштің бір дақыл дәнімен үйленіп алады. Оның күрішінің бір дақыл дәні тышқан болып өсіп, мысық болып өсіп, өскен болып өсіп, есек болып өсіп, бұқа болып өсіп, ақырында әдемі әйел болыпты. Сөйткен бойдақ жігіт өмірінің соңына дейін бақытты өмір сүріп